Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі керемет болып шығатын және де жаңа жылдық үстелдің сәнін келтіретін өте керемет оливьемен қатар жүретін пачуба салатын дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге осындай тәрелкеміз қажет болады. Және де салатымыздың формасын шығару үшін осындай торттың кольцосын алдым. Өздеріңіздің қалауыңызша үйдегі бар ыдыстарды алсаңыздар да болады. Ең астына осындай селедкаларды қойып шығатын боламын. Селедка менде осындай дайыны, яғни турамай осылай сала салдым. Келесі кезекте осылай суға піскен, үкіштен өткізіп, жаңағы картошкаларымызды салып шығатын боламыз. Оның үстіне майонезімізді құйып, осылай жағып шығатын боламыз. Жалпы бұл салатта негізі чеснокпен, яғни сарымсақпен майонезді араластырып жағады. Мен сарымсақты жақсы көрмейтін болғандықтан осылай сарымсақты тек ең бетіне салатын боламын. Әзірге тек майонездің өзін жағып шығатын боламын. Қазір мен мына жерде үккіштен сәбізімізді өткізіп шықтым. Оның үстіне майонезімізді жағып жатырмын. Және де келесі кезекте осы қызылшамызды да үккіштен өткізіп осылай салып шығатын боламыз. Бетіне майонезімізді жағып, тағы да бір жақсылап тегістеп шығамын да. Оның үстіне үккіштің ең кіші көзінде сарымсақты өткізіп салатын боламын. Ол видеода түспей қалған әрине, бірақ өздеріңіздің қалауыңызша. Содан соң оның үстіне жұмыртқаны да осылай үккіштің ең кіші көзінде өткізіп шығатын боламын. Енді біздің салатымыз дайын, тек әсемдеу ғана қалды. Мен әсемдік ретінде осылай аскөктен шыршаның бейнесін жасайтын боламын. Осылай үшбұрышты қылып аскөкті салып шығам. Сол кезде ол шырша тәріздес болып шығады. Енді оның үстіне әсемдік ретіне горох және де туралған сәбіз, гранат осылай бөліп салып, ұсақ бөліктерге салып дайындайтын боламын. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасаңыздар, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Жаңа жылдық дастарханның өте сәнін ашатын болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Азиза, сау болыңыздар.